Бәріңе сәлемдей, сендірімімен арди, бүгін біздер скеблок картамызды басайтын боламыз. Мен алдыңғы керемет Майнкрафттың соңғы бөлімінде комментарияда достар, әрине адамдар жазыпты скеблок картасын өтші деп. Олар әрине мына адамдар. Әрине сіздердің айтқандарыңызды орындаймын. Әрине сіздер себебі мен подписчиктерімсіздер. Сол үшін мен сіздердің айтқандарыңызды орындап, бүгін скеблок картасын өтетін боламын. Сіздерге осы скеблок картасын ұнайтын болса, лайк басып кетіңіздер. Ал осы видеоның жалғасын шыққанын қаласаңыздар, лайкты көп басып кетіңіздер. Ендеше біз видеомызға кеттік. Ал достар, біз бастадық. Енді әрине ең бірінші біздің істейтін затымыз ол ағашты шауып алу. Ағаш бізге керек болады. Алар біз сындырақ, ойбай, Майнкрафт кішкене қоп кетеді, камералар үшін бүкіл. Достар, сындыра берейік. Жоқса сындырмай қойымыз. Опанке, мені бірі өтісті достар. Және бізге алма түсті, прикиньте достар. Ал енді достар, біз етін нәжелер сындыру керек. Біз айтпашы болсын, заттарды алып алайық достар. Заттардың бәрін алып алайық. Ол заттардың бәрі қазір бізге керек болады. Осына сундукты сындырып аламыз да, қазір бұл сундукты мен қазір қайтып қоям. Неге сындырып ат десеңізде достар, просто мен қазір жерді сындырам, барлық жерді. Жер ретінде томпақ болып тұрмау керек, кішкене. Жері бізге сақтау керек, жер бізде болмай қалса достар, кәдімгідей бүттік дей береміз. Ал сіз сындырғанша кеттік, давай. Ал достар, әрине біз дейтін осының бәрін жері сындырып, және де бір жер қалдырып қоямыз. Себебі бізде қазір шөп өсу керек, шөп бізге керек болады. Шөп бар жер. Әрине біздер мынау ағаштың андай несі түспей жатыр. Біреу түсті, енді бірақ тағы да бізге 2-3 керек болады. Енді олар әзірге түспей жатыр, неге екенін білмеймін. Енді біз дейтін жарар, енді ештеңе етпес. Біз дейтін оған шейін біз басқа ағаштарымызды өсіре береміз. Мына жерден. Достар, уже біздің қазір мына шөп. Біз неге мына жерді қалдырып қойдық? Себебі достар, жерден, мысалы, шетінде шөп болмаса, мысалы, мына жерлерде шөп өсу керек бізге, шөпті жерлер керек болады. Ол шөпті жерлер достар, өзімен өзі өспейді ешқашан. Сол үшін бізге осындай жер керек болады. Ол өзімен өзі өспейді, сол үшін жанында бір өсіп тұрған, шөп өсіп тұрған жер керек. Сосын қазір мынауың астындағы жерлер жайлап өсе бастайды достар, мен білем осындай. Қазір осы бүйтіп, осы жердің бір шөп өссін. Сосын болды, бәрін сындыра береміз. Әйтпесе мынау тұра береді достар, жақсы. Нормально, барлығы бізде жақсы десем болады. Достар, енді біз не істейміз біз әзірге, не істейміз өзімді білмей жүрмін, не қуып жүргенді. Достар, біз мынаны қоя берейік. Сундукты уже так, сундук бізге не болады ғой қазір. Аттарымыз құлақ қосақ, біттік. Сосын бәрін салып қояқ. Мына шу өсу керек, мына жерлері әлі өспей жатыр, неге екен білмеймін. Ұзақ өседі ғой себебі. Ал достар, енді біз қазір бәрін ағашқа айналдырайық. Себебі бізге осы ағаштар керек болады бізге. Және осыны айналдырайық, және де біз осы жерге верстақ қояқ, жақсы болады. Мынау неге білмеймін, әлі өспей жатыр. Және мұнда бәрі жақсы тұр. Ал енді достар, біз әрине мұнда палка жасаймыз, және де бізге кирка керек болады. Кирка қазір біз жасаған кезде біршама заттар жасаймыз. Қазір біз сіздерге ұнайтын ойдамын бұл летсплей. Бұл летсплейді достар, мен керемет Майнкрафт құсап видео ететін боламын деп айтам, айтпай қойын. Дәл керемет Майнкрафт құсап істемеймін. Бұл басқаша карта. Бұл достар, ойлатқан шығарсыздар, бұл не істейміз бұл жерде достар? Дами алмайсың, мұнда алмаз таба алмайсың, жеңе алмайсың деп. Бұл достар мені өсті. Мынаны сындырамыз, істей алмайсың ғой, не деп айтпай қойыңыздар. Білем достар, істей алмайтыныңызды, бірақ достар,
достар, видеомыздың соңына да келіп жеттік. Бүгін біздер әрине ягоданың фермасын жасадық, ағаштың фермасын жасадық, және де біз тастың фермасын жасадық. Бүгін біздер көп затпен айналыстық. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Келесі бөлімде біздер ар жақтағы құмаралға баратын боламыз. Видеоға лайк, подписаться, амандықта жүздескенше.